Сәлеметсіздер ме студенттер? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз дыбыс өзгерістері. Осы тақырып аясында мынадай мәселелер қарастырылады. Бірінші, дыбыстардың өзгеру жолдары. Екінші, сингармонизм, оның түрлері. Үшінші, ассимиляция, оның түрлері. Қазақ тілінің дауысты, дауыссыз фонемалары сөз ішінде сөздердің аралығында бір-бірімен артикуляция жағынан өзара үйлесіп, құйыласып отырады. Сөйлеу үрдісінде сөз бөлшектері де, бір сөз бен екінші сөзде айтылу жағынан ыңғайласа үйлесе келеді. Сөз ішіндегі не сөздер аралығындағы дыбыстардың айтылуына қарай жапсарласып жанасуын дыбыстардың үндесуі дейміз. Дыбыстық алмасу фонетикалық жағдайдың нәтижесі. Бұны комбинаторлық, біріктіру, тіркестіру немесе позициялық жағдай, шеп өзгеріс деп те атайды. Ал сәйкестік спонтанды, кенет пайда болған байланыссыз өзгеріс түрінде танылады. Комбинаторлық өзгерістер көршілес дыбыстардың біріне бірі тигізген ықпалымен байланысты болады. Белгілі бір дыбыстың екінші дыбысқа алмасуы, кейде дыбыстың түсіп қалуы, немесе тыңнан жаңа бір дыбыстың пайда болуы сөздегі өзге дыбыстардың ауанына байланысты. Комбинаторлық өзгерістер бойынша бір дыбыс екінші дыбысқа тәуелді болып тұрады. Бір дыбыс екінші дыбысқа игеріліп тұрады. Сондықтан бұны игерулі өзгерістер дейміз. Комбинаторлық өзгерістің сөз мағынасына әсер етерлік күші жоқ. Дыбыстардың комбинаторлық варианттары белгілі бір фонеманың сыртқы фонетикалық құбылыстары. Спонтандық өзгерістерде көршілес дыбыстардың бір-біріне тигізген ешқандай әсері болмайды. Барлық позицияда дыбыс өзгерісі өзге дыбыстың ықпалына ақпай, өздігінен құбылып тұрады. Мысалы, Айша, Қайша, Ғали, Қали, Әли параллельдеріндегі бас дыбыстар басқа дыбыстардың ауанымен пайда болып тұрған жоқ. Спонтандық өзгерістер бойынша бір дыбыс екінші дыбысқа тәуелді болмайды. Бір дыбыс өзге дыбысты игере алмайды. Сондықтан бұны игерусіз өзгерістер дейміз. Комбинаторлық өзгерістерге протеза, эпентеза, эпитеза, ассимиляция, сингармонизм тағы басқа дыбыстық құбылыстар жатады. Үндестік заңы көрші дыбыстар мен буындардың бір-біріне ықпал етіп, бірінің екіншісіне бейімделіп тұруына негізделеді. Дыбыстар үндестігі төртке бөлінеді. Бірінші, сингармонизм, дауыстылар тіркесі, үйлестік. Екінші, аккомодация, дауысты дауыссыздар тіркесі, бейімдестік. Үшінші, ассимиляция, дауыссыздар тіркесі, ұқсастық. Төртінші, диссимиляция. Сингармонизм түркі тілдеріне тән аса күшті заң. Сингармонизм дауысты дыбыстардың үндесуі не буын үндестігі. Түбірдегі дауысты жуан не жіңішке болуына қарай, оған тікелей көршілес қосымшадағы дауысты да тиісінше жуан не жіңішке болуы алдындағы өзімен тетелес қосымшаға байланысты. Сингармонизм тіл және ерін үндестігі түрінде қарастырылады. Дауыстылардың тілдің қызметіне орай бір сөз көлемінде не бірыңғай жуан, не бірыңғай жіңішке болып ыңғайласып, үйлесіп келуін тіл үндестігі дейміз. Бұл бұлжымайтын заң сингармонизм. Түбірдің соңғы буынына тәуелді болмай, өз қалпын әрқашан сақтап тұратын сөздер мен қосымшалар да кездеседі. Тіл үндестігіне бағынбайтын сөздер екіге жіктеледі. Түбір тұрғысынан және түбір мен қосымшалардың арақатысы тұрғысынан. Тіл үндестігіне бағынбайтын қосымшаларға бан, гер, дар, еке, жан, кент, кар, кеш, қор, мар, маш, нікі-дікі-тікі, паз, стан, тал, уар, хана тағы басқалар жатады. Алайда қосымшалар алдыңғы буынның дауыстыларымен үндеспегенімен өзінен кейінгі буындарды үндестіре қиыстырады. Мысалы, әсемпаз, тық, асандікі, не тағы басқа. Дауыстылардың бір сөз көлемінде еріннің қызметі жағынан ыңғайласып, үйлесіп келуін ерін үндестігі дейміз. Сөздің алдыңғы буындағы еріндік о, ö, о, ö дауыстылары және дауыссыз у дыбысы болса, одан кейінгі буындарда ы, е дауыстылары келсе, олар өзгеріп,
о, ö, ө дыбыстарына айналады. Мысалы, дөңгелек, дөңгөлек, түлкіні, түлкіні, қорықты, құрықты. Қазақ тілінің дыбыс жүйесін зерттеп жүрген Әлімхан Жүнісбеков ерін үндестігін тіл үндестігімен қатар қояды. Олардың тілдегі қызметі мен маңызы қолданылуы ұқсас екенін, ерін үндестігінің күшін бірер буынмен шектеуге әсте болмайтынын айтады. Ассимиляция морфемалардың жігінде көрші келген дауыссыздардың акустика артикуляциялық жақтан біріне-бірінің ұқсауы, бейімделуі, өзара тіл табысуы. Бұлар бірін-бірі дауыстың қатысы және артикуляциясы жағынан игеріп тұрады. Дауыссыз дыбыстардың бір-біріне ықпалы прогрессивті ассимиляция, регрессивті ассимиляция және тоғыспалы ассимиляция болып бөлінеді. Прогрессивті ассимиляция алдыңғы морфеманың соңғы дауыссызы кейінгі морфеманың басқа дауыссыз дыбысына акустикалық жақтан ықпал етіп, игеріп тұруы. Дауыссыздардың түріне байланысты прогрессивті ассимиляция мынадай болады. Түбірдің соңғы дыбысы ұяң болса, оған жалғанатын қосымшаның басқа дауыссыз дыбысы да ұяң болып келеді. Мысалы, жазғы, қаздар. Түбірдің соңғы дыбысы қатаң болса, оған жалғанатын қосымшаның басқа дауыссыз дыбысы да қатаң дыбыс болып келеді. Мысалы, көп, тік, қап, тар. Түбірдің соңғы дыбысы дауысты не үнді дыбыс болса, оған жалғанатын қосымшаның басқа дауыссыз дыбысы ұяң не үнді болып келеді. Балаға, шамдар. Қатаң дауыссыздардың әуенімен кейінгі б, г, ғ, ж дыбыстары айтылуда қатаңдап п, к, қ, ш дыбыстарына айналады. Мысалы, қамысбай, қамыспай, ақ бала, ақ пала, жас гүл, жас күл. Түбірдің соңғы дыбысы ш болып, қосымшаның басқа дыбысы с болса, айтуда қосымшаның бұл дыбысы ш дыбысына айналады. Мысалы, шашса, шашша, ұшқышсың, ұшқышшың. Алғашқы сөздің соңғы дыбысы дауысты, үнді, ұяң болып, одан кейінгі сөздің бас дыбысы қатаң, қ, к болса, айтуда бұл қатаң дыбыстар ұяңдап, ғ, к дыбыстарына айналып кетеді. Қара, қой, қара қой, ала кел, атың кім, атың кім. Регрессивті ассимиляция бір сөз көлемінде немесе бірнеше сөз аралығында кейінгі дыбыстың алғашқы дыбысқа артикуляция жағынан ұқсата ықпал етуі. Сөздің морфеманың соңындағы келген үнді, ұяң, қатаң дауыссыз дыбыстарын кейінгі морфеманың басқа дыбыстары акустика артикуляциялық жағынан өзіне ұқсата ықпал етеді. Регрессивті ассимиляцияның кездесетін түрлері төмендегідей. Қ, к, п дыбыстарының біріне біткен сөздерге жалғанатын қосымшаның бас дыбысы дауысты болса, бұл үшеуі ұяңдап кетеді. Мысалы, тарақ, тарағы. Түбірдің соңғы н дыбысы б, п дыбыстарының алдынан келсе, н дыбысы айтылуда өзгеріп, м дыбысына айналады. Сенбе, сенбе, жанпейіс, жанпейіс. Түбірдің соңғы дыбысы қ, к, ғ, г дыбыстарының алдынан келсе, айтылуда н дыбысы өзгеріп, ң дыбысына айналады. Сән қой, сән қой. Дүйсен ғали, дүйсен ғали. Түбірдің соңғы с, з дыбыстарының бірі ш дыбысының алдынан келсе, ол екеуі айтылуда ш дыбысына айналады. Мысалы, оразша, оразша, сөз шең, сөз шең. Түбірдің соңғы з дыбысы с дыбысының алдынан келсе, з дыбысы өзгеріп, с дыбысына айналады. Мысалы, көз сал, көз сал, жазса, жазса. Алғашқы сөздің соңғы дыбысы з болып, одан кейінгі сөз ж дыбысынан басталса, з дыбысы өзгеріп, ж дыбысына айналады. Мысалы, боз жігіт, боз жігіт. Алғашқы сөздің соңғы дыбысы
одан кейінгі сөздің бас дыбысы дауысты дыбыс болса, айтуда бұл қатар келген екі дауысының алдыңғысы түсіп қалады. Мысалы, торы ат, торат. Келе алмады, кел алмады. Түбірдің соңғы дыбысы п болып, оған үп қосымшасы жалғанса, айтылуда п дыбысы үнді у дыбысына айналады. Мысалы, қап, қауып, сеп, сеуіп, және бұлар солайда жазылады. Алғашқы сөздің соңғы дыбысы қ, к, п дыбыстарының бірі болып, одан кейінгі сөздің бас дыбысы ұяң, дауысты не үнді дыбыс болса, бұл үшеуі ұяңдап кетеді. Мысалы, көк дөнен, көкдөнен, керек екен, керек екен. Тоғыспалы ассимиляция морфемалар аралығында қатар келген дауыссыздардың алдыңғысының өзінен кейінгі дыбысқа акустикалық жақтан, ал кейінгі дыбыстың алдыңғы дыбысқа артикуляциялық жақтан ықпал етуінің нәтижесінде екеуінің де алмасуға ұшырауы. Тоғыспалы ықпал сөзші мен сөз аралығындағы НК, Нқ, СЖ дыбыстарының тіркесімінде болады. Мысалы, жан кешті, жан кешті, тас жол, тас жол, дос жан, дос жан, ес жоқ, ес жоқ. Бұл ықпал сөз бен қосымша аралығында кездеспейді.